Ülkemizге ыссы күндер кіріп келмекте. Табиғи көпшілігіміз бұндай жағдайларда шыбын-шіркейлерден һәм буын аяқлардан зиян шегеміз. Һәм осындай уақытлары дезинфекция қызметіне мұражат етеміз. Бірақ ұмытпаң, дезинфекция жұмыстарын өткерген уақытта әмелдегі қағидаларға әмел етілмесе, яки өз ісінің маманы болған қанегелерге мұражат етілмесе, ұнамсыз жағдайларды келтіріп шығаруы мүмкін. Егер сіз тұрақ жайыңызды шыбын-шіркейлерге һәм буын аяқтыларға, яғни нанкөректерге қарсы дезинфекция жұмыстарын өткермекші болсаңыз, төмендегі қағидаларға әмел етіңіз. Бірінші, қоңсыларыңызды ескертің. Себебі көп қабатлы тұрақ жайларда буын аяқтылардың бір орыннан екінші орынға көшуі мүмкін. Һәм зәһәрлігі жоғары болған дезинфекция препаратлардан пайдаланған уақытта қоңсы бұқараларға ұнамсыз тәсір етуі мүмкін. Екінші, өз басымшылықпенен үйіңізде дезинфекция жұмыстарын өткермең. Өз ісінің маманы болған арналы қанегелерге хабарласын. Яғни қожалық есабында дезинфекция станцияларына, яки аймақлық санитария-эпидемиялық тыныштық һәм және саламатлығы бөлімдеріне мұражат етің. Үшінші, азық-ауқат һәм ыдыс-табақтарыңыздағы дезинфекциялаушы препаратлардың түсуінің алдын алың. Төртінші, егер үйде үй хайуанлары, пышық, құслар сақлайтын болсаңыз, оларды үйде қалдырмаң. Бесінші, дезинфекция һәм дезинсекция өткерілген орында белгіленген мүддетке шектен болма. Белгіленген мүддет өткеннен кейін хананың айна һәм есіктерін ашып, хананы самалатың һәм жуып тазалау жұмыстарын алып барың. Әзиз замандастар, өз денсаулығыңызға хасла бейпарқ болмаң. Сіздің денсаулығыңыз біздер үшін оға да ахметлі. Саламат болың.